Саламатсызбы, аналар, қалайсыздар? Бұл жерде ешқандай реклама емес, бізде үстіп бір кісіден естіп барып алдық. Менің күйеуімнің жүрегі 3 есеге ұлғайып кеткен еді. Бізге жүрекке кардиологияға не берген жағы. Операция 1,5 миллион сұрат бізден. Біз 1,5 миллион ақшамыз болмай, күніне 3 рет, 2 рет скорый шақырып жүрдік. Күніге сөйтетін едік. Сөйтіп автобуста кетіп барады бір апай осылай предлагает, осыны айтты да, Қазақстанда жасалған өнім деп. Сол кісінің айтуымен біз осы өнімді алып, күйеуім 2 апта ішті. Сенесіздер ме, мен өзім аяғым ауыр. 2 апта ішкеннен жазылып, қазір айтпай күйеуім жұмысқа шығып жүр өзі. Сол себепті Қазақстанда қиналып жүрген адамдар көп қой, емін таппай. Біз не деген фирмалардан 150 мыңдық, 200 мыңдық дәрілерге шейін алғанбыз. Несі болмаған, результаты болмаған еді. Бұл какой-то 7100 теңге тұрады екен. Bir курс лечениеге жетеді, жаңағы мынау фиточай жіберіп тұрған 3,5 айға жетеді екен. Бала шағамызбен ішіп жатырмыз. Іштегі шылақ, құрт, общем, барлық нәрсені иммунитетті көтереді екен. Жаңа туған сәби, 2 қабат келіншек, общем, бәріне көмектеседі екен. Сол үшін шипасын берсін деп, сіздерге де қиналып жүрген жандар болса, көрсін деп жіберіп жатқаным. Дұрыс жағынан түсініңіздер, ешқандай реклама жоқ. 7 өнімді бәрінің бағасы бірдей 7100 теңгеден екен. Біз 3-еуін ғана алдық та. 3 затын алдық сол жерден. Жаңағы антипаразит дегенін алдық, жаңағы чудо-трав дегенін алдық, одан кейін сердечный дегенін алдық. 3-еуін алып, антипаразитті, мен 4 бала шағам бар. Балдарым ішіп тауысты оны. Ана чудо-травын әлі ішіп жатырмыз, 2 литр банкіге азанда демдеп қоямын, шай сияқты қып заварит етіп. Өзім құдай қаласа осай сұрағым босанам. Бала шағамызбен ішіп жатырмыз, ол әлі бар. Күйеуімнің сердечный дегенде әлі бар, онда ішіп жатыр күйеуім. 2 аптадан асты, тыпай-тыпай, қазір күнде жұмысына барып, азында барып, кешке кеп жатыр. Демаламай, одышка болып, еще давлениесі 280-ге көтеріп кете беретін еді. Сол сияқтынан ішінде женскийға күшті пайдасы бар мужской тоник деген тұр. Мен сізге бәрін жібердім, өзі 7 өнімнен тұрады екен. Адамда 12 мүше, 47 орган бар екен, соның бәрін емдейді. Қайсысына керек болса, даже мынау коронавирусты жоятын антивирус дегенде бар, көріңіздер.